сабағымыз Қазақстан тарихына арналады. 6 сыныпқа арналған Қазақстан тарихы орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы деп айтылады. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихының бірінші бөлімі 6-9 ғасырлардағы Қазақстан. Сабақтың тақырыбы орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы, кіріспе сабақ. Бүгінгі кіріспе сабағымыздың зерттеу сұрағы орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы нені зерттейді деген сұраққа жауап береміз. Оқу мақсаты орта ғасырлардағы Қазақстан тарихына жалпы шолу. Бүгінгі сабағымызда сіздің білетініңіз орта ғасырлар тарихының кезеңдері. Сіздің меңгеретініңіз орта ғасырдағы Қазақстан тарихына жалпы шолу жасау. Құрметті оқушылар, сіздер 5-ші сыныпта Қазақстан тарихын оқып білдіңіздер. Бұл Қазақстан тарихы ішінде ежелгі Қазақстан дәуіріндегі өмір сүрген тайпа бірлестіктері туралы оқыған болатынсыздар. Ал енді бүгін біз 6-шы сыныпқа арналған Қазақстан тарихы курсына тоқталамыз. Құрметті оқушылар, біз адамзат тарихы басындағы өткен тарихи кезеңдерді бірнеше кезеңге бөлген болатынбыз. Естеріңізге түсіріңіздер, 5-ші сыныпта ежелгі Қазақстан дәуірі курсын оқыған кезеңде біз ежелгі дәуір кезеңін өткен болатынбыз. Одан кейінгі кезең орта ғасырлар кезеңі деп айтылады. Ал енді одан кейінгі жаңа заман кезеңі сосын жаңарған кезең деп аталады. Ежелгі дәуір кезеңі 2,6 миллионнан 5-ші ғасыр кезең аралығын қамтиды. Орта ғасырлар кезеңі 6-шы ғасыр менен 17-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Жаңа заман кезеңі 18-ші және 20-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Жаңарған кезеңі 20-ші ғасырдың басынан қазіргі 21-ші ғасырлар аралығын қамтиды. 5-ші сыныптағы игерілген материалдар тағы да еске түсіре кетсек балалар. Ежелгі дәуір мемлекеттеріне қандай тайпа одақтары кіреді? Әрине, сақтар, сарматтар, үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Дұрыс айтасыздар. Ал енді осы мемлекеттердің орнына ерте орта ғасыр мемлекеттері келді. Ерте орта ғасыр мемлекеттеріне түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, түргеш қағанаты, қарлұқ қағанаты, қимақ қағанаты және оғыз мемлекеттері жатады. Уақыт сызығына назар аударсақ, 5-ші сыныпта біз уақыт сызығымен танысқан болатынбыз. Ежелгі дәуір кезеңі өздеріңіз білетіндей 3 дәуірге бөлінеді: тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі. Бұл кезеңде ру тайпалық қатынастар адамзат арасында дамыған болатын. Орта ғасырлар кезеңіне өткен уақытта осы ру тайпалық қарым-қатынастар феодалдық қарым-қатынастарға алмасады. Орта ғасырларда адамзат қоғамында қандай өзгерістер болуы мүмкін? Қазақстан аумағында өмір сүрген ежелгі дәуірдегі алғашқы мемлекеттерден орта ғасырлық мемлекеттердің қандай ерекшеліктері бар деген сұраққа біз жауап беруіміз керек. Оқушылар, уақыт сызығына қайта оралатын болсақ, ежелгі дүние біткеннен кейін орта ғасырлар кезеңі орнын басатындығын біз білдік. Орта ғасырлар кезеңі 6-17 ғасырлар аралығын қамтиды. Орта ғасырлар кезеңі 3 кезеңнен тұрады: ерте орта ғасырлар, дамыған орта ғасырлар, кейінгі орта ғасырлар. Ерте орта ғасырлар 6-9 ғасырларды қамтиды. Дамыған орта ғасырлар 10-14 ғасырларды қамтса, кейінгі орта ғасырлар 15-17 ғасырларды қамтиды. Ерте орта ғасырларда мынадай мемлекеттер өмір сүрді: түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, түргеш, қарлұқ, қимақ, оғыз мемлекеттері. Дамыған орта ғасырларда Қарахан, Қыпшақ хандықтары, Алтын Орда, Ақ Орда, Ноғай ордасы, Моғолстан, Сібір хандықтары өмір сүрді. Ал енді кейінгі орта ғасырларда Қазақ мемлекетінің қалыптасып даму кезеңі деп айтылады. Бұл кезеңде біз Қазақ хандығы туралы жақсы мәліметтерді біле аламыз. Енді назарларыңызды мына картаға аударыңыздар. Бұл карта ерте орта ғасыр мемлекеттеріне арналады. Осы картаға назар аударсақ, сол ерте орта ғасырда өмір сүрген мемлекеттердің шекаралық аумақтары белгіленген. Батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, қарлұқтар, оғыздар, қыпшақтар, түргештер атты мемлекеттердің шекаралық аумақтарын көріп отырсыздар.
Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихының кестесін былайша біз елестете аламыз. Бұл кесте бойынша жоғарғы жағында хронологиялық шеңбері жазылғандығын көріп отырсыздар. Ғасырлар белгіленген. Ал енді одан кейінгі кестеде орта ғасырлардың 3 кезеңі көрсетілген. Назар аударатын нәрсе, ерте орта ғасырлар, дамыған орта ғасырлар, түркі кезеңі деп айтылады. Кейінгі орта ғасырларда моғол шапқыншылығы кезеңі және қазақ мемлекетінің қалыптасып даму кезеңі деп бөлінетіндігін көріп отырмыз. Моғол шапқыншылығы кезеңінде Шыңғыс ханның қазақ жеріне шапқыншылық жорықтары туралы, Қазақстанда болып жатқан оқиғалар туралы біз мәліметтерді аламыз. Және 15 ғасырда құрылған қазақ хандығы туралы мәліметтерді және оның 17 ғасырға дейінгі қалай дамығандығы туралы, сол кезеңдегі негізгі оқиғалар туралы мәліметтерді аламыз. Балалар, сіздердің назарларыңызға тапсырма ұсынамын. Бұл тапсырма ежелгі дәуір және ерте орта ғасырлардағы Қазақстан карталарын салыстыру беріліп отыр. Назар аударыңыздар. Бірінші картаға назар аударсаңыздар, ежелгі дәуірдегі Қазақстанның картасы берілсе, екінші картада ерте орта ғасырдағы карта берілген. Мұнда осы екі картаны салыстыра отырып, сіз астындағы тапсырмаларды орындайсыз. Бірінші тапсырма, ежелгі дәуірдегі және ерте орта ғасырларда өмір сүрген мемлекеттердің тізімін жасаңыз картаға қарап отырып. Екінші, ежелгі дәуірдегі алғашқы мемлекеттер неліктен ыдырады? Жауап береміз. Үшінші, қандай өзгерістерді байқадыңыздар? Бұл тапсырманы орындау үшін мынадай дескрипторларды білуіміз қажет. Бірінші, білім алушы орта ғасырларда Қазақстан аумағында кемінде 4 мемлекеттің атауын біледі. Екінші, ерте орта ғасырлардағы мемлекеттердің аумағын картадан көрсетеді. Келесі дескриптор бойынша оқушылар картадағы өзгерістерді анықтайды. Ал енді балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап арқылы тексеріп жіберейік. Бірінші сұрақтың жауабы: ежелгі дәуірдегі және ерте орта ғасырларда өмір сүрген мемлекеттердің тізімі. Бірінші карта бойынша Сақ, Сармат, Үйсін, Қаңлы, Ғұн. Екінші карта бойынша Батыс түрік қағанаты, Шығыс түрік қағанаты, Түргеш қағанаты, Қарлық қағанаты, Қимақ қағанаты, Оғыз мемлекеті. Екінші сұрақ: ежелгі дәуірдегі алғашқы мемлекеттер неліктен ыдырады деген сұрақтың жауабы былай болады. Екінші сұрақтың жауабы: ежелгі дәуірде адамдар ұзақ әрі күрделі даму жолынан өтіп, еңбекке бейімделді. Өндіруші шаруашылықтың қалыптасуы адам өмірін айтарлықтай өзгертті. Адамдар металл өңдеуді игеріп, еңбек құралдары мен қару-жарақтарын үнемі жетілдіріп отырды. Және мемлекеттердің арасында жаугершілік соғыстардың өршуі мемлекеттердің ыдырауына әкеліп соқты. Балалар, сонымен біз қандай өзгерістерді байқадық? Бірінші карта бойынша ежелгі дәуір мемлекеттерінің орнына, яғни тайпа одақтарының орнына ерте орта ғасырлардағы жаңа мемлекеттердің қалыптасқандығын біз байқадық. Орта ғасырлар тарихын оқи отырып, біз саяси тарих және мәдениет тарихы деген терминдерді көреміз және онымен танысамыз. Саяси тарих дегеніміз не? Саяси тарих адамзат қоғамының дамуы барысында оқиғалар үрдісін зерттейді. Саяси тарихты оқи отырып, қоғамның дамуы, оқиғалар үрдісі деген ұғымдарды түсіндіре аласыздар. Ал енді мәдениет тарихы дегеніміз не? Мәдениет тарихы дегеніміз халықтардың қалай өмір сүргендігі, наным сенімі, қандай мұра қалдырғандығы туралы мағлұмат береді. Бұл мәдениет тарихын оқи отырып, сіздер мәдениет тарихы нені зерттейтінін түсіндіре аласыздар. Сонымен біз сабағымызды аяқтай отырып, қорытынды жасайық. Балалар, орта ғасыр тарихының кіріспе бөлімінде нені оқып үйрендік? Ең алдымен біз орта ғасыр түсінігін оқып үйрендік. Екінші, орта ғасырларда өмір сүрген мемлекеттерді оқып үйрендік. Орта ғасырлардың хронологиялық шеңберін және оның кезеңдерін оқып үйрендік. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сәттілік тілеймін, сау сәлемет болыңыздар.